Сіздер мен біздерге Алла Субханала ва Тағала қысқа ғана өмір берді. Қысқа ғана өмір берді. Адам алейхиссалам 1000 жасаған, білетін шығарсыздар, 1000-нан аса жасады деп айтады. Бүкіл бәріміз Алланың Адам атаның баласымыз. Адам атаның балаларын бәрін өзіне көрсетіпті. Нұқтан бастап, Самнан бастап, түгел Яфас бәрін көрсетіпті. Сонда сол бүкіл балалардың ішінде бір баласы гүл сияқты болып тұрған екен. Сұрапты, мынау кім деді? Мына мен баламның ішінде мынау ерекше болып тұр ғой, мынау кім десе, бұл Дәуд деген балам депті. Пайғамбар Дауд алейхиссалам. Бұл неге соншама нұрланып тұрса, бұл пайғамбар депті. Неге бұл гүлдей болып тұрса, бұл пайғамбарлардың ішінде өмірі ең қысқа болатын осы депті. Жас кезінде кетеді депті. Қаншаға келеді өмір десе, 60-та өліп қалады депті. 60-тан жеткен күні өледі депті. Сонда әкесі ғой енді бәрінің, Адам атамыз. Адам ата айтты дейді: "Я Алла, мен сенен сұранам, мына менің балам Дәуіттің өмірін соз" деп айтты дейді. Жоқ, созбаймын. Оның тағдыры жазылғаны сол деп айтты. Созам, сен өз өміріңді берсең созам. Адам алейхиссалам менің өмірім қанша деп айтты дейді. 1000-нан асасын деп айтты. 1040 жыл өмір сүресің деп. Сөйтіп менің 40 жылымды бер осыған дейді. 100 жылға жетсең. Сөйтіп Дауд алейхиссалам 100-ге жетті. Адам алейхиссалам өзі 1000-ға келді да Азраил жанына келді. Адеке, беріңіз деді жанды деді. Сөйтіп еді Адам атамыз айтты дейді: тоқта, мен 1040 жыл өмір сүргім келген, 40 жылды беріп қойып едім ғой Дәуітке деп айтады дейді. Қой өзіме қайтсын деп. Жоқ, болып кетті деп айтты. 1000 жыл өмір сүрген адам 1000 жыл жетпей қалды өзіне. Аз болып қалды. Көзге көрінбей қалды бауырлар 1000 жыл деген. 1000 жылдың қасында сіздің біздің өміріміз не ол? Жұлдыздар жарқ етіп өшеді ғой, сондай нәрсе. Жарқ етіп 1000 жылдың қасында сізбен біздің 60-70 жылдық өміріміз жұлдыздың жанып өшкендей, светтің ана жанып өшкендей нәрсе. Солай өтіп кетеді. Қазақтар анау қамшының сабындай, қамшының сабы ұзын болады. 80-90 бұйырса бұйырмайды оны өз көбіне. Сізбен бізге осы қысқа болса да өмірді берді. Не үшін? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Мен адам мен жынды жараттым, илля тек бір нәрсе үшін, абудуни, құлшылық үшін жараттым деді. Құлшылық үшін жаратылдық деді. Сұмдық болып кетсең 100 жылға барасың. Болды. Сол үшін 100 жылды қысқа ғана өмір, жаңағы светтің жанып өшетін үшін сонша жан беріп нәрсе істейміз. Ал Алланың алдындағы үйіміз, анау қараңғы қабірде қанша жатамыз? Мәңгілік жатамыз, құрметті ағайын. Мәңгілік жатамыз. Сол жаққа не істедік? Аллах Тағала: "Ана ағна шурака", мен баймын, маған керегі жоқ. Сенің намазың, оразаң, зекетің, берген садақаң, анау еш нәрсе керегі жоқ. Оның өзі кім үшін? Өзіміз үшін істейді екенбіз. Аллах Тағалаға мүлде керегі жоқ. Не сіздің намазыңыз, не сіздің оразаңыз, не берген садақаңыз Құдайға берсен де, бермесен де бәрі. Бірақ Аллах Тағала мұсылмандық рәмізіміз, Құдайдың бұйрығы үшін басымызды сәждеге қойып, тілімізді калимаға келтіріп, жүрегімізді Құдайға беріп, көзімізді Құранға салып, сөйтеміз. Үй соғатын болсаңыз, үйдің кірпіші бар, үйдің растворы бар, үйдің чатыры бар, үйдің анау-мынау ремонты бар. Сол нәрсе керек. Аллах Тағаланың құзырында үйімізге де ремонт керек болып жатыр бәріміздің. Ол үйіміздің ремонты не? Ең біріншісі иман. Одан кейін пайғамбарымыз айтты: "Ас-салату имадуддин", намаз діннің тірегі деді. Үйдің қияметтік үйінің тірегі ол намаз деді. Үшіншісі ораза, төртіншісі зекет. Сол нәрсе ата-анаға мейірімділік, жетім жесірге жәрдем беру. Ең кем дегенде түк қолынан келмесе жолда жатқан тасты алып тастау. Сол нәрселерді жинап, ана үйдің растворын көтеруіміз керек еді, ана дүниені. Мәңгілік үйіміздің жағдайын жасауымыз керек. Растворын тазалап, кірпішін апарып, соны қазірден құрып қоюымыз керек. Ертең барғанымызда төбемізден су ағып, астымыздан су көтеріліп, жан-жағынан тесіктен сықырқырап, оттың ыстығы леп кеп қалмау керек бізге. Ал ол үшін пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам аяғы ісіп кеткенше намаз оқыды. Не үшін? Сол кісі оқымай қойса болар еді. Сол кісіге соның керегі жоқ еді. Бірақ сол кісі аяғы ісігенше намаз оқыса, сіз бен біз кім болдық оның басында? Сонша басын сәждеге қойғанда көтергісі келмеді.
Аллах Тағалаға пенделің ең жақын болатын жері намаз деді. Құдайға жақын болғыңыз келе ме? Біреу айтады маған, ол қайерде тұрасың? Мен аншамын жетіп тұрмын. Ана бәленше крутой рекетті танисыз ба дейді. Естуім бар, біреу сұмдық болған екен. Соның үйінің қасында тұрамын дейді. Соның қасында тұрамын дейді. Пайғамбарымыздың алейхиссаламның үйінің қасында тұрғыңыз келе ме? Сосед болғыңыз келе ме? Бәріміздің келеді. Хазірет Али каррамуллаху ваджха халифа болды. Али халифалық болды. Ең қысқа халифалық жазамын. Сол халифа болған кезде Али патша болды ғой енді. Пайғамбардың күйеу баласы. 4-ші халифа болды. Сол 4-ші болғанда біреу келді де қолында қағазы бар дейді. Я Али, мынаған сен қол қойып бер депті. Bu ne oldu deyip қараса, үйдің алып сататын құжат еді. Біреуден үйді сатып алған, соны енді ана кісі Али заверт етіп берсін депті. Неге дегенде, Алидің қол қойылса, кім оны бұза алады айтшы? Ешкім бұза алмайды ғой. Сол Алиге келді. Али деп қарап тұрып айтты. Бұл үй депті, сенің үйің депті. Бәләдүл ғафилин деп айтты. Құдайды ұмытқандардың көшесінде тұр депті. Қаласында тұр. Сиккәтүл мүзнибин. Бұның 4 тоқтасы болады. Ноқтайтын жер болады. Ва арбаатал удуд. Оның 4 шекарасы болады депті. Бірінші шекарасы жаның қысылып өлетін кезде бітеді депті. Жаның қысылғанда үйден шығарады осы үйден. Екіншісі қабірге дейін барады депті. Екінші шекарасы. Үшінші шекараң қабірдің ішінде бітеді. Төртіншісі Алланың құзырында бітеді. Яғни ол үйде мәңгі тұрмайсың деген сөз айтты. Қандай үй болса да мәңгі тұрмайсың. Қаншама үйіміз жақсыласақ та ол үйде мәңгі тұрмаймыз. Көп болса, ары барса, күшті болсаң 4 күн жатарсың. 4 күннен кейін жайлап саси бастайсың. Холодильник қояды, аккумулятор қояды, тұз басады, жаңағы кондиционер қосады. Содан кейін саси бастағанда үйден алып кет деп молданы шақырып алады да үйден шығарып жібереді бәріміз. Біреу үлкен соғып, үй соғып, үйдің ешқандай кемістігі жоқ дегенде бір кемістігі бар деп айтты. Қандай десе, бұл үйден сені көтеріп алып шығарып тұрған депті. Қайтып кіре алмайсың деп. Бәріміздің үйіміздің кемістігі сол. Ең бірінші кемістік, ол түзей алмайсың. Ешқашан түзей алмайсың. Ол түзелмейді. Мәңгілікке кетеді. Тәжік бізесінде Америкадан келсін, ешкім ол сізді түзете алмайды. Ол сол үйімізден көтеріп алып шығып бүгін бәрімізді. Ертеме кешке сол үйімізден шығамыз. Сонда қайтып сол үйге бізді ешкім кіргізе алмайды. Сондықтан сол нәрсеге дайындық жасауымыз керек. Қияметтің күні біздің қазақтың жаңа барса көреміз, барғанда көреміз деген жақсы нәрсе емес.